Бешпесінші бірақ натаспа. Сол таспада махаббат қылмас күнім, сол таспада менің жастығым, сол таспада сондай жақсысы. Көріп берем сол керемет уақытты, сақтап қойған бір түйірім бақыттың. Кішкентайым қайда асықтың, сен ғой таспала. Мен қазір 5 минутта осанкада тұрсың, таңертең осылай сіздерге амандаспай түсіргім келген. Негізі сағат 6-та тұрамын, бірақ 6-тан 6:30-ға дейін мен жұмысыма визуал история салып тастаймын. Неге? Себебі сағат 8-ге дейін бізде визуал история салынып тұру керек, барынша ертерек просмотр жинау үшін да. Сол үшін қазір завтрак жасап жейтін боламыз. Бұл өздеріңіз көріп тұрған менің таңым деп аталады. Жаттығу, самопрограммирование барлығы бір жарты бөлігі. Мен жоспар бойынша жүретінім, поэтому қазір ішеміз, киініп, сосын мектепке барамыз. Тек жүректе сақталған сен бар таспада, әр күлкімді жаттап алған. Мейлі өзгер шашың түсінде, көрмей-ақ қой мені түсімде. Саған жазған әндерімді түсімде. Мейлі көргенде амандаспа, жүре бер жігіттеріңмен басқа. Өшпесінші бірақ натаспа. Сол таспада махаббат қылмас күнім, сол таспада менің жастығым, сол таспада сондай жақсысы. Көріп берем сол керемет уақытты, сақтап қойған бір түйірім бақыттың. Кішкентайым қайда асық.